Неге отаршылдықтан өткен елдерде, жерлерде, халықтардың орталарында, қоғамдарда зорлықтың пайызы өте жоғары болады? Мысалы, солтүстік Африкалық республика деген орыс тілінде ЮАР деп аббревиатурамен аталынатын, ол апартеидтен өткен ел болады. Яғни апартеид деген ол колониализмнің ең нашар түрінің бірі болып танылады. ЮАР кезінде бірсе Британияның, бірсе Голландияның колониясы болды. Және адамдарды ол жерде репрессивтік құралдармен ұстаған болады. Және олар егеменге қол жеткізгенмен де әлгі уақытқа дейін ЮАР гендерлік зомбылықтың жағынан бірінші елдердің қатарларында болады. Неше жылдан бері. Неге олай? Себебі сондай репрессивтік методтерге үйренген, сондай жүйелерге үйренген қоғам басқа нәрсені білмейді. Және сол нені әлгі уақытқа дейін копировать етіп отырады. Соны қайтадан воспроизводство дейді ғой, воспроизводят эту же самую модель. Стремятся воспроизводить все эти модели. Біздің қоғамымызда да байқағаным осындай болады. Яғни, біздің қоғамда түрлі топтар бар, және ол топтардың барлығы сондай репрессивтік методты аңсап жүретінге көрінеді. Мына тиктокты ашып қалған кезде тәңіршілдермен және арабшылдардың даулары бітпейді. Және екі топтың да мен жоқшылығын айтып кеткім келеді. Мысалы, арабшылдар көбінесе, бәрі емес енді, бірақ көбі Қазақстанға шариатты, яғни ең радикалдық исламның түрін орнатқылары келеді. Неге? Себебі олар сол Совет империясының кезінде болған түрлі репрессия, зорлық, зомбылық деген нәрселерге еттері үйреніп қалған, және Совет үкіметін қайтара алмайды, бірақ соған ұқсайтын бір жүйені қайтадан енгіздіргілері келеді. Тәңіршілдер деп атайтын кісілердің де бір жоқшылығын байқап қалған едім. Оларда да қазақтың мәдениеті туралы, нелері туралы айтқылары келгісі келгенмен де, бірақ оларда өте репрессивтік, жаңағы қазақтарды унижение, оскорбление дейді ғой, сондай нәрсеге түсіріп атқан жолды таңдайды. Сондықтан барлығыңа айтарым, осы ойланып көріңіздер, және қазақ бір-бірімізді шұқымай, бір-бірімізді ренжітпей жүрейік. Біз арабқа керек емеспіз, басқаға да керек емеспіз, қазақ тек қазаққа керек.